Құлыным, көзімнің нұры, түн ұйқымды төрт бөліп тербетіп отырған жаным өзіңсің. Алладан жалғыз тілегім аман бол, елдің азаматы бол. Атың өсіп, ата-баба жолын жалғар ұрпақ бол. Кім бірінші барлық асық ұтады, сол нағыз батыр. Ұстаз, сен әрдайым жеңесің ғой, батырсың ғой. Батыр болу үшін шыншыл болу керек. Келе ғой балам. Бұл текті баланың кияғы елге қорған болар, жүрегінде оты бар бала. Ата, мен шыныменде елге қорған бола аламын ба? Батырлық найзаның ұшында емес, әділдік, адалдық, шындық үшін күресте. Сол қасиеттер сенің бойында ұшқындары бар. Мен өскен кезде еліме қорған боламын. Шындықты, әділеттік сақтайын. Жарайсыңдар балалар. Аман болыңдар. Ағайлар жердің терең қойнауынан мұнайды алады. Бұл елдің байлығы. Оны сақтау да, басқару да біліммен ғана мүмкін. Балам, мына байлық жердің бізге берген несібесі. Ақыл мен білім керек болмаса, ол да бекер. Елге шын керек болам десең, оқы, ізден, көргеніңді көңілге түй. Мен бәрін үйренем әке. Тек жұмыс істеп қана қоймай, адамдардың ризашылығын алып, ақылын ұға білетін болам. Мұса досым, болашақта кім болғың келеді? Мұғалім бе еле мұнайшы ма? Мүмкін ғарышкер шығар. Мен әділетті адам болғым келеді. Халықтың сөзін сөйлейтін, халық мұны дұрыс айтады дейтін адам болғым келеді. Әділ адам болу оңай емес қой. Кейде шындықты айтуға да жүрек керек. Сол үшін де білім керек, үйрену керек бауырым. Үйренген адам ғана ақ пен қараны ажырата алады. Бізше Мұса, сонда бізге не керек? Бізге де керек, бәрімізге де керек. Жерін, ұлтын қорғай алатын азамат болу керек. Мүмкін бәріміздің де бір күні армандарымыз орындалар. Армандар орындау үшін білім керек, адалдық керек. Сол кезде ғана армандарымызға жете аламыз. Менің елімнің алдында орындайтын міндетім келді. Батыр бол, денің сау болсын. Еліңе, ауылыңа аман есен орал. Елің, ауылың сенің амандығыңды тілейді балам. Тірі оралмасам уайымдамаңыз. Мені ел жадыда сақтайтын болады. Я балам, сені ешқашан ұмытпаймыз. Сен менің жүрегімде мәңгілікке қаласың балам. Мен бұл хатты жазып отырғанда өзімнің жүрегімде бірнеше сезім бар. Жауынгерлік жолда жүргеніммен сіздерге деген сағынышым мен махаббатым ешқашан азайған емес. Әр сәт сайын сіздердің дауыстарыңызды, жүздеріңізді, жылауыңызды еске алып, жүрегім тыныштық табады. Соғыс қиын, әр күн жаңа сынақ. Бірақ мен өз елім үшін күресемін. Жауынгерлер қатарында болу менің борышым, ал мен сол үшін бар күшімді салудамын. Бұл жерде жаумен күресіп жатқанда мен әрдайым сіздер туралы ойлап, өзімді батыл сезінемін. Әкешім, анашым, сіздер маған батыр болуды үнемі айтатынсыздар. Мен сіздерге сөзімде тұрып, сол батырлықты өз ісіммен көрсетуге тырысамын. Бұл мен үшін жай ғана оқу орны емес, рухани тәрбиенің ұясы болды. Бұл мектепте мен 9 жыл бойы білім алып, өзімді үлкен өмірге дайындадым. Әр күні, әр сабағым менің болашағыма ұмтылған қадамым еді. Мектеп дәліздерінен өтіп бара жатқанда қабырғада ілінген Мұса Баймұхановтың бейнесі көзіме түсетін. Ол бізге үлкен үлгі болатын, ерлік пен қайсарлықтың символы. Жауын кешкен ел үшін туған ерең, қан майданда атылған оғың ерең. Көшеңмен жүремін басын деп, батырдың бейнесі мәңгі дерек. Мектеп тұр есіңмен еңсегі тігіп, шәкірттер алып сенен күш жігер. Мұражайдың бұрышында сыр шертеді, өткеннің елесі ұрпаққа үміт.